9-шы дәріс техникалық және көкөніс дақылдарының сепкіш. Бұл бөлімде біз жаңағы өткен дәрістен қарастырғанда сопен 8 көмбағыш жүгер секалары, 12 қызылша сека және СО2-4 амебо көкөніс секасының техникалық сипаттама, жұмысқа әзірлеу, реттеу, тұқым және тыңайтқыш себу технологиялары және негізгі жұмыстың қызметін талдаймыз. Негізгі мақсат егістікке шығару алдында силиканың құрылымдық тұтастығын, беріліс және сепкіш механизмдерін, сашниктер мен маркерлердің дұрысын реттеп, себу нормасын дәлелдеу арқылы сенімді және біртекті егуді қамтамасыз ету. Бұнда енді сопен 8 жалпы сипаттамасы, мұнда жұмысқа даярлау сопен 8 жүгері және күнбағыс үшін арналған селка. Егістікке шығу алдында селканы мұқият тексеріп, құрастыру сапасын және жекелеген жұмыс істектерін техникалық дәрежесін бағалайды. Селканы реттейміз, тұқым сепкіш аппараттарын себу нормасына келтіреміз. Гектарға берілетін норма және беріліс сандары мен сепкіш дискілерді таңдап, зауыт берген беріліс схемасы мен тұқым себу нормасын кестесіне сүйенеді. Сопен 8 үшін 4 комплект сепкіш диск берілген. Дисктер саны 14-14, 22 диаметр, 3, 5-5, 5-5, 3 мм. Тексеру алдында бірінші домкрат немесе тұғыр қойып тіреуіш жетеден алып қолмен айналдыру мүмкіндігін беру үшін көтереміз. Екінші берілісті өзгерту. Тартқыш құрылысын тұтқасын сағатына қарсы бұрап, шынжыды босатады, 3 немесе 5 жұлдыз шалып блоктардың сәйкесінше қозғаймыз. Дискілерді ауыстыру, аппарат қақпағындағы айканы бұрап аралап, төсеме дискіні алып, қажет дискілерді механизмді реттеу. Беріліс санын өзгерту үшін тартқыш қондырғысының тұтқасын қажетті күйге дейін босатып, жұлдызшаларды шынжырға кигізіп, тұтқасын бұра отырып, тартқыштарды бастапқы қалыпқа келтіреді. Және шынжыр тартамыз. Қажетті болғанда трансмиссия біліктерін және беріліс шығу білігіндегі жұлдызшаларды өзгертеміз. Бұл қадамдар беріліс қатынасын және сәйкесінше тұқым мен тыңайтқышты гектарға шаққандағы мөлшерін дәл анықтауға бағытталған. Себу және тұқым дәрежесін бақылау аспаптары енді суреттерде көрсетілген. Пульттен басқа күшейткіш блоктардан кендір деп айтамыз. Себу датчигі, деңгей датчигі, себу мен тұқым деңгейін бақылау жүйелері арқылы оператор нақты айналу жиілігі мен диск ұяшықтарындағы дұрыс жұмысын қадағалайды. Бұл сенімділік пен дұрыс норманы сақтау үшін маңызды. Операторға барлық негізгі индикаторларды көрсетеді және бақылаушы жоғарыланған себу тұқымның ағып түсу және дискінің айналуын бақылап, ақауды анықтайды. Деңгей датчигі тұқым бункерде деңгейді анықтап, операторға ескертіп отыратын датчик. Сашниктер жүрісінің тереңдігі. Сашник тереңдігін кулисаларда дисктерді шпинтті ауыстыру арқылы реттейді. Шпинтті жоғары қою сашниктің шамамен 1 см тереңдетеді. Қысымды реттеу үшін қысылатын штангілердің тоқтатқыш сақинасын өзгертеді. Тұқымның топыраққа орналасу сашниктің тереңдігі мен қысымы тікелей байланысты, сондықтан әр бөлімнің жағдайда сай келтіру міндет. Тереңдікті реттеу шпинттің орнын ауыстыру арқылы 1 см шегінде тереңдікті өзгертеміз. Қысымды реттеу болады. Қысылатын штангілердің тоқтатқыш сақинасын орнату арқылы сашниктің топыраққа түсетін қысымын өзгертіп отырамыз. Маркер өрісін орнату. Маркер өрісі маркер дискінің шеткі сашниктің сырғанасы дейінгі қашықтық. Себу кезінде тракторда оң доңғалақпен кезектесіп оң және сол доңғалақтармен немесе маркер дискісін сызған базасы бойынша жүргізіледі. Маркердің қажетті өрісін орнатқанда штангілер мен кезекштерді босатып, оларды сол қашықтыққа жалпы жылжытады да сосын бекітеді. Рычагтың қалыпты жұмыс үшін сымар арқандарды қатты артылған талап етіледі. Гидросилиндер арқылы рычагтарды екі жаққа аударады. Бекіткіштерді босатып, бұнда штангілер мен кезекштерді босатып, маркерді орналастырып, сымдағы оң және сол маркерді сым арқылы дұрыс тарту арқылы тұрақты өрісін қамтамасыз етіледі. Гидробасқару рычагтарды гидросилиндердің екі жаққа аудару дискілерге байланып. Енді ССТ-12А қызылша селкасының құрылысы. ССТ-12А аспалы қызылша селкасы қант қызылшасының дәл пунктелі және пунктелі ұялы әдіспен себуге арналған. Қатар аралығы 450 мм. Қосымша 600 мм-ге жабдықтау арқылы 8 қатарға дейін себуге болады. Селк рамасы 1 секциялы түрден жалғасқан. Құрамына 2 пневматикалық тіреуіш доңғалақ, 6 тыңайтқыш сепкіш, 2
сепкіш 12 тұқым сепкіш секция, маркерлер, жаңа басқыш тақтайшалар, тұтқалар кіреді, агрегат МЦ-80 және Т-70 S тракторымен. Сыйыртқа 2 комплектті шеу дискісі беріледі. Әр диск цилиндрлік бетте 3 қатар ұяшықтардан тұрады. Ұяшық диаметрлері фракцияға тәуелді. Мысалы 3-5-400 мм тұқым фракциясы үшін ұяшық диаметр 5-1 мм, тереңдігі 2,15 мм-ге, 4-5 және 5-5 мм үшін диаметрі 6 мм, тереңдігі 3-3 мм бар. Тұқым нормасы гектарға салмағы немесе 1 метр қатарға түсетін тұқым саны арқылы анықталады. Сыйырт 1 метрге 12, 17, 23, 35 және 50 тұқым себуді қамтамасыз етеді. Норма дискідегі ұяшықтарды қатар саны және дискінің айналып жүргенін өзгерту арқылы. Суы 4D каменба көкөніс серкіс, суы 4D көкөніс дақылдарын ұсақталған немесе әдеттегі тұқым бір немесе 2 жолақты қатарларға минералды тыңайтқышты енгізе отырып себуге арналған. Серкада дәнді тыңайтқыш жәшігі алдыңғы тыңайтқышқа арты тұқымға бар. Әрбір беттеш некті тұқыммен тыңайтқыш беруді қамтамасыз етеді. Құралдарға катушка немесе катушка штифті сепкіш аппараттар орнатылған. Бирус механизм тісті шынжырлы. Маркерлі гидравлика және блок дискілі жүйемен көтеріліп түсіріледі. Тасымалдауды маркерлер рамаға қойылған. Сыйыртқы Беларусь МЦ-80 тракторымен агрегатталады. Өнімділігі сағаты 4 гектар, алымы 3,6-4 мм. Технологиялық үрдіс. Сыйыртқан жұмыс процесі тұқым бункерден себу дискісінің ұяшықтарына түседі. Арты тұқым роликпен алынады. Тұқым түткіш арқылы сқашник арқылы бараздаға түсіріледі. Қырғылар тұқымды жабады. Таптауыштың топыраққа пресс жасайды. Шлифтер топырақты жұмсартады және оның бетін тегістейді. Пункттерлі ұялы себу технологиясы сапалы егу мен механикаландырылған сиретуді талап етпейтін перспективті әдіс. Ұяшықтарды реттеу арқылы бір қатарда 7-10 ұяшық, әр ұяда 2-3 дәннен орналастырылады. Практикалық ұсыныстар: жұмысқа шығару алдында барлық беріліспен шпринттердің бекітілген дискілердің сәйкес фракцияға сай болуын маркермен датчиктердің жұмысын тексереміз. Әр бөлімде X-пен топырақ жағдайына икемдеп реттейміз. Бүгінгі дәріс аяқталды. Осымен тыңдағандарыңызға көп рахмет.